Ерте некенің ертеңі күмәнді. Бұл арнайы жүргізілген зерттеудің нәтижесі. Статистика ерте жастағы қиылған некенің 90% ажырасуға келіп соғатынын көрсетіп отыр. Рухани жаңғыру институты жүргізген зерттеу бойынша былтыр 984 қыз кәмелеттік жасқа толмай неке қиған. Ал 18-ге толмай отбасын құруға асыққан бозбала саны 70. Заң бойынша елімізде ерте неке қию жасы 18 жас. Бірақ заң екі жағдайда бұл жасты төмендетуге мүмкіндік береді. Біріншісі қыз жүкті болған жағдайда, екіншісі ортақ бала туған кезде. Соңғы 3 жылда 15-18 жас аралығындағы қыздардың аяғы ауыр болып қалу көрсеткіші бір деңгейде. Мысалы 2017 жыл 4729 жағдай тіркелсе, былтыр 4766 қыз есепке тіркелген. Өкінішке орай арулардың барлығы сәбиді сақтап қалуға тырыспайды. 2019 жылы жүкті болған 4766 қыздың 24% түсік жасатқан. Бұл кәмелетке толмаған 1147 қыз. Ойнап жүріп отбасы балалы болып, соңынан неке қидырғандардың ажырасуына себеп те жеткілікті. Біріншіден материалдық және тұрмыстық қиындықтар, екіншіден жас ерекшеліктері, үшіншіден адами құндылықтардың қарама-қайшылығы, төртіншіден өмірлік тәжірибенің жетіспеуі. Ал жеткіншектердің жетілмей жатып жеке шаңырақ көтеруге асығуына не себеп? Отбасылық өмірге психологиялық тұрғыда дайын болмаған жастар көп жағдайда жастық максимализмнің әсерінен отбасын құрады. Бұған қоса толық емес отбасынан шыққан, немесе әжесінің тәрбиесінде болған, анасының екінші рет тұрмысқа шығуы және өгей әкесімен қарым-қатынасының дұрыс болмауы сынды факторлар қыздарды ерте тұрмыс құруға мәжбүрлейді. Сондай-ақ отбасын құру арқылы өзінің ересек екенін ата-анасына дәлелдегісі келетіндер де бар. Ерте қиылған некенің қызығы аяқталған соң шыжығы басталады. Дипломсыз қыздар жұмысқа тұра алмайды, жолдасына немесе туысына қаржылай тәуелді болады. Сөйтіп әлеуметтік осал топ санатына енеді де гендерлік дискриминацияға ұшырайды. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбанына айналады. Республика бойынша 15-18 жасар қыздардың аяғы ауыр болып қалу фактісі Түркістан, Алматы, Қарағанды облыстарында ең көп тіркеліп отыр. Түсік жасату бойынша да осы өңірлер алда. Бір қызығы, әлеуметтік зерттеуге қатысқан респонденттердің барлығы дерлік неке құру үшін ең оңтайлы жас 25 және одан жоғары дегенді атап өткен. Яғни алдымен білім алып, мансап құрып, өмірлік тәжірибе жинаған соң ғана көтерген шаңырақтың берік боларын меңзейді.